Маңғыстау облысы күні кеше, яғни 21 қыркүйектен бастап эпидахуалдың жақсарғанына орай жасыл аймаққа енді. Республикалық ақпарат көздерінің ресми сайттары той-тойлауға және өзге де іс-шараларға рұқсат берілген сүйіншілеп хабарлады. Осы ретте өңірдегі эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының айтуынша, бөрікті аспанға атып қуануға әлі ерте деп отыр. Себебі облысымызға қатысты қаулыда тойға рұқсат жоқ. Бұл әзірге берілген ұсыныс ретінде қарастырылған. Лайым қазір эпидемиологиялық жағдай оңалып келе жатыр ғой, содан байланысты қазір 7 күн толып жатса, сары аймаққа отырып өткенімізге, сары аймақ бойынша жұмыс жасау бойынша қаулы шығарылды. Келесі сәрсенбіге жасыл аймақта 7 күн толық нақты біз әлі уақыт көрсетеді. 7 күн толып жатса, ол кезде уже жасыл аймақта жұмыс жасау бойынша жеңілдетуге қаулы шығарылды. Ал кешегіні просто халық дұрыс түсініп жатқан жоқ. Ол кешегі ведомство аралық комиссияға берген денсаулық сақтау министрлігіне эпидемиологиялық жағдай кішкене оңтайланғанына сәйкес берген ұсынысы. Енді ол мынандай хаттамамен бекітіліп шықса, сол кезде республикалық дәрежеде қаулы шығады. Әлеуметтік желде ескен жаңалық бойынша халықтың пікірі де сан алуан. Бірі тойдың болғанын құптаса, кейбірі шектен шықпай әзірге шектеуге бағынғанды дұрыс санайды. Біреуге жан, біреуге той қайғы. Жалпы көпшіліктің басын жиып той жасауға әлі ерте емес пе? Көпшілік арасында қызу талқыға түскен тақырыпқа байланысты тұрғындардың пікірін біліп көрдік. Бір жағынан тойда керек халыққа, бірақ кеше біз өзіміз жақындарымыздың көбісі қайтыс болып кетті. Әлі содан біз арыла алған жоқпыз, айтқанда. Адамдар өздері үшін күтіну керек сияқты. Все мероприятия, проводимые, организованные, так сказать, да, они прежде всего должны продумываться. Что, сколько, какие, как-то мы раньше тоже же не просто так приглашали всех на обум. Ну, что с карантином, что без карантина, и во время карантина люди гуляли, и когда нету карантина, люди гуляют. Мне кажется, ничего тут не изменилось у нас. Вообще ерте. Вообще бермеу керек рұқсат деген нәрсені. Қазір тем более қиын ғой, жағдай көріп тұрсыз. Пока бір жыл хотя бы тұру керек еді. Менің өз ойым ол, конечно. Халық не дегенменен әлі ауру бар ғой. Қандай айтып жатыр ана жерде бірталай адамдар әлі үстінде жатыр, 2000 неше адам деді Құдай. Пока ертелеу ғой. Қарсы емеспін. Той болған жақсы. Біз қазақ адамбыз, қазақ қойшыл адам. Той болу керек. Мен оған қарсы емеспін. Туған күн бар, сүндет той деген бар. Біз бәрі сол ата-бабамыздан қалған нәрсе ғой, дәстүр ғой. Той халықтың қазынасы. Әрбір адам өз шаңырағындағы қуанышты жақын жуықпен бөлісіп атап өтуді жөн санайтыны белгілі. Дегенмен өткен жылы бастан өткізген жағдайды еске алсақ, адам шығыны аз болған жоқ. Сондықтан белгіленген талап пен тәртіпті сақтаған абзал. Әзірге адам көп шоғырланатын орындарға бармауға кеңес береміз дейді мамандар. Еркін Қарасайыл, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс. Ослабление карантина, согласно последним указаниям главного санитарного врача страны, решением межведомственной комиссии, в Казахстане с 27 сентября возможно смягчать ряд ограничений, некоторые объекты вернутся к щадящему режиму работы. К примеру, многие ожидают проведения свадеб, застолий не более 100 человек, проведения марафонов, спортивных мероприятий. Работать разрешат и объектам культуры, спорта и оздоровления. Однако региональный санврач призывает не питать иллюзий и подчеркивает, что все зависит от ситуации и окончательного решения пока нет. Сейчас ситуация немножко улучшилась, ежедневный показатель инфицированных уменьшился в десятки раз, но это пока ни о чем не говорит. Мы из красной зоны перешли в желтую, сейчас находимся в зеленой. Но население должно понимать, что такая ситуация должна сохраняться на протяжении определенного длительного времени. Каждый регион сам будет принимать решения, исходя из точных данных. У нас в области пока нет разрешения на проведение торжеств и массовых мероприятий. Но пока чиновники определяются, что и когда, рядовые граждане приступили к бурному обсуждению ослабления в социальных сетях. И как показывает ситуация, общество разделилось на два лагеря. Одни поддерживают послабление, аргументируя пользой для бизнеса и собственного отдыха, иные же наоборот ожидают буквально бума заражений. Бір жағынан тойда керек халыққа, бірақ кеше біз өзіміз жақындарымыздың көбісі қайтыс болып кетті. Әлі содан біз арыла алған жоқпыз, айтқанда. Адамдар өздері үшін күтіну керек сияқты. Все мероприятия, проводимые, организованные, так сказать, да, они прежде всего должны продумываться. Что, сколько, какие, как-то мы раньше тоже же не просто так приглашали всех на обум. Ну, что с карантином, что без карантина, и во время карантина люди гуляли, и когда нету карантина, люди гуляют. Мне кажется, ничего тут не изменилось у нас. Вообще ерте. Вообще бермеу керек рұқсат деген нәрсені. Қазір тем более қиын ғой, жағдай көріп тұрсыз.
Пока бір жыл хотя бы тұру керек еді. Менің өз ойым ол, конечно. Халық не дегенменен әлі ауру бар ғой. Қандай айтып жатыр ана жерде бірталай адамдар әлі үстінде жатыр, 2000 неше адам деді Құдай. Пока ертелеу ғой. Қарсы емеспін. Той болған жақсы. Біз қазақ адамбыз. Қазақ қойшыл адам. Той болу керек. Мен оған қарсы емеспін. Туған күн бар, сүндет той деген бар. Біз бәріміз сол ата-бабамыздан қалған нәрсе ғой. Дәстүр ғой. В памяти еще свежи данные прошлого года, когда торжества, свадьбы, поминки подпольно проводились, несмотря на запреты. В итоге тысячи заболевших, сотни умерших. И гарантий того, что ситуация вновь не повторится, нет. Возможно, вакцинация внесет свои коррективы, хотя время покажет. Руслан Агаев, Абай Женесбаев, Коблан Тажибаев, Актау Ньюс.